Жамбыл облысының тұрғындарының тұрмыстық табысын жақсарту жобасының нақты іске асатын сәті туды. Олай дейтініз мемлекеттік басшысы қолдау білдірген пилоттық жобаның бюджетін бекіту бойынша кеше үкіметтің нақты шешімі шықты. Енді қаралып отырған 7,2 миллиард теңгені облыс бойынша таңдалған 10 ауылда тиімді игеру қажет. Бұл жергілікті билік пен ауылдықтар үшін мерейлі міндет, үлкен сын болғалы тұр. Бүгін Қордай ауданына жұмыс сапарымен келіп, Жамбыл ауылдық округ тұрғындарымен кездескен облыс әкімі Асқар Мырзахметов осыны айрықша атап өтті. Аталмыш кездесу барысында ауылдықтардың жоба бойынша қолға алып жатқан жұмыстары баяндалды. Айта кетейік, жобаның пилоттық кезеңіне енген Жамбыл ауылдық округіне екі елді мекен қарайды. Онда барлығы 1054 аулада 6845 адам тұрады. Ол аулалардағы жалпы жер көлемі 105 гектарды құраса, сумен қамтылғаны 634 аула, яғни 79 гектар. Бүгінде ауылдағы бірінші бағыт бойынша несиеге өтінім беріп үлгерген 472 ауланың жер көлемі 62 гектарға тең. Тұрғындар үй іргесіндегі жерлеріне негізінен аскөк, сарымсақ, шалғам, картоп, қызанақ, қияр егуге ықылас танытып отыр. Жамбылдықтар аянбай тер төгіп, екі айналымда өнім алуға дайын. Ал екінші бағыт мал шаруашылығы бойынша ауылдағы 216 аула қамтылмақ. Жалпы 1054 үйдің 614-інде малы жол десек, өңір басшысы малы бар үйлердің де 4 түліктерін жобадағы шекке дейін көтеру бойынша жұмыстар жүргізуді тапсырды. Сондай-ақ округте бастау жаңа тұрмыс ауыл шаруашылық кооперативі құрылған. Құрылым ауыл сыртындағы жерлерді тиімді игеру, малдың жем шөбін әзірлеу, техника мен тапшылығын шешу, сапалы ұрықпен қамту, өнімді өткеру секілді көптеген мәселелерді шешумен айналыспақ. Тіпті тұрғындарға егіншіліктің тиімді тәсілдерін меңгертіп, бағыт-бағдар беру мақсатында ауылда тәжірибелі агроном жұмыс жасамақ. Асқар Исабекұлы Қазақстан Республикасының үкіметі кеше ғана жобаның бюджетін бекіткенін тілге тиек етіп, ендігі кезекте тек сөзден іске көшу керектігін баса айтты. Кездесуден соң облыс басшысы Қордай ауданындағы Первомайские деликатесы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысымен танысты. Өнім қуаттылығы жылына 6380 тонна ірі қара мал еті және ұсақ мал етін сойып өндіруге қауқарлы. Негізінен кәсіпорында қоғамдық тамақтану және ет өңдеу кәсіпорнына бөлшектелген және жартылай бөлшектелген ет, буып түйілген вакуумды қораптағы ет кесімдісі, сорпа жинағы, филе өнімдері өндіріледі. Серіктестік жұмысымен танысқан Асқар Исабекұлына кәсіпорын тарапынан ет өнімдерін экспортқа шығару мәселесі туындап отырған айтылды. Өңір басшысы мәселенің мәнісіне үңіліп, жауапты тұлғаларға шешу жолдарын қарастыруды тапсырды. Аймақ басшысының одан кейінгі жұмыс сапары Қордай Корым серіктестігінің жұмысымен танысумен түйінделді. Зауыт негізінен құрама жем шығарумен және майлы дақылдарды қайта өңдеумен айналысады. Серіктестік басшысы Талғат Сәрсенбаев кәсіпорынның жылына 3000 тонна құрама жем шығаруға қауқарлы екенін жеткізді. Өңделген өнімнің басым бөлігі мал ұстайтын тауар өндірушілерге, аудан тұрғындарына өткізілуде екен. Барлығы 11 адам жұмыс істейді. Серіктестік басшысы кәсіпорынның өзекті мәселесі ретінде 300 киловатт трансформатор орнату, газ тарту және ауыз су құдығын қазу қажеттіліктерін жеткізді. Тиісті тұлғаларды түйінді түйткілдерді оңынан тарқату үшін шаралар қабылданатынын жеткізді.